Қослайыққа не үшін бардың ұстаз дейді. 2 жаста адал қылу үшін бардым. Сол екеуіне уағыз айту үшін бардым. Сол екеуін тәрбиелеу үшін бардым. Сол жерде Қослайықтағыларға уағыз айту үшін бардым. Соларға барып Алланың дінін үйретіп, қазақтың дәстүрін үйрету үшін бардым. Сыртынан боқтамай барып сөйлесіп, ақыл айтуға бардым. Не деп айтайын енді? Ұстаз Қослайықты жабу керек дейді. Енді оны сен жаппайсың, оны мен жаппаймын жаным. Оны сен жаппайсың, оны мен жаппаймын. Біз екеуміз жап дегеннен жабылмайды да ол. Мен қызық айтып берейін Қослайық туралы. Сол Қослайықтан кейін телефон өшіп тұрды, соны шықсам, сіздерге өтірік маған үшін 100 адамнан аса адам сообщение жіберіпті WhatsApp-қа. 100 адам, барлығы Қослайық көріп отыр. Солар мұсылмандар, солар жамағаттар, аталар көреді екен. Сонда соларға барып бір тәлім біреу үйрету керек шығар. Біз ана сыртынан ақылды болудың керегі жоқ. Ақыл айтып, сыртта ұрсып, қазір бізде осылай тенденция болып бара жатыр. Мына жамағат мұсылмандар екіге бөлінді. Мына мешіттегілер тек қана мешіттің ішінде өздері сол ұстаздар, өздері ғалымдар, бәрі оқығандар, бәрі шариғатпен жүргіштер болып тұр да, содан кейін көшедегі адамдар, олар кәдімгі тозаққа түсетіндер, даладағылар сияқты болып бөліндік біз. Бұл дұрыс нәрсе емес. Сонда бөліндік біз, бұл дұрыс емес. Біз біргеміз.